Жекпе-жекке 2 апта қалды. Бұл енді сыртқа шығып, демалып, сергіп, ағзаны қалыпқа келтіріп жатырмыз. Өйткені салмақ қуу процесі басталды. Біздің командада салмақ қуып жатқан кезде құр үйде жата беруге болмайды. Сыртқа шығып, ойды бөліп, көңілді басқа жаққа бөліп, әңгімелесіп, сырласып, өйстіп жүріп қайтатынымыз бар. Ар жаққа барамыз, пресс-конференция, оқу, тренировкалары бар, сонымен уақыт өтіп кетеді тез. Қазір демалып жатырмыз. Таза ауа, теңіздің ауасы жақсы ғой, бөлек. Миды тынықтырады, миды демалдырады. Ары бері жүріп, ауылды сағынған кезде осылай жүрген жақсы ғой. 4 ай ауылдан жырақта, отбасыдан жырақта. Түсіне білгенге оңай емес. Біреулер үшін бір оңай, жеңіл. Мен жұмыс қой деп қарау мүмкін. Жұмыстың да жұмысы бар, әрине жұмыс, бірақ бәрібір туған елден жырақта жүру кіндігімен ауылға байланған қазақтар үшін әжептәуір ауырға соғады. Өйткені біз ауылдың қазағымыз, елдің қазағымыз. Туған елде ел болмас, туған жерде жер болмас деп бабалар өзі дәл айтып кеткен екен ғой. Қанша жағдай жасалса да Америкада, не жейміз, не ішеміз демесек те, жақсы жерде өмір сүріп жатсақ та Америкада, бәрібір ауылдың тамағын, ауылдың ауасын, ауылдың тасын сағынып тұрасың. Ауылға деген сағыныш, елге деген махаббат, елге деген құрмет күн сайын арта береді. Адам жақын нәрседен жырақтаған сайын қадірін қатты сезеді ғой. Сол елдің қадірін, жердің қадірін сыртта жүріп қаттырақ сезіп жатырмыз. Өзім туған көкем бар, сол кісілерден, бекең бар, осы кісілерден үлкен тәлім, тәрбие алып жатырмыз. Ол тек қана бокс жағынан ғана емес, спорт жағынан ғана емес, жалпы өмірге керек нәрселер. Өмірге керек қарым-қатынастар, қарым-қатынасты қалай нығайту керек, туыспен қалай өзіңнің сағынышыңды бөлісу керек деген сияқты үлкен әңгімелердің ішінде осылай Бекең екеуміз тұрып алып, кейде Бекең кофеге шығып кетеді, сол кезде артынан барып алып әңгіме айтамыз. Біз Америкада жүрген кезде тек қана бокс туралы, бокстың ғана әңгімесін айтпаймыз. Өмірлік тәжірибелерімізбен бөлісеміз. Жәнібек мені аға деп сыйлағаннан кейін, мен де өзімнің ағалық міндетім жасауым керек. Тек қана 4 титулға ғана дайындалып жатқан жоқпыз біз үлкен аға болуға, абыз ақсақал болуға дайындалып жатырмыз. Бөлмемізде неше түрлі кітаптарымыз бар. Мұқағалидан бастап 5 ғасыр жырлайды. Әр қайсысын оқып, өзімізге керегін түйеміз. Адамға қан көре беру, ұру, соғу көре беру, тек қана бір соғыс майданның ішінде жүре беру, рингтің ішінде жүре беру зиян ғой негізі боксшыға. Жәнібек тек қана боксшы емес, бұл бір қазақтың баласы, біреудің әкесі, біреудің баласы, ертең біреуге құда болады, ертең біреуге ата болады дегендей. Сол үшін мейлінше қазақылықтан айнып кетпей, ақштың менталитетіне жұтылып кетпей, өзіміздің дәстүр, әдет ғұрыпты сақтап қалу үшін жиі әңгімелесіп, жиі осылай шер тарқасып, мұңдасып, қазақша айтқан кезде сөйтіп тұрамыз. Бұл да маңызды. Өйткені 8 жылдан бері Америкада жүрміз. Әртүрлі менталитет көріп жатырмыз, әртүрлі адамдармен жолығып жатырмыз. Қазақ айтады ғой, сынықтан басқасының бәрі жұғады дейді. Біздің қазақылыққа жат дүниелер бойымызға сіңіп кетпес үшін, жұғып кетпес үшін, мейлінше мынау қазақ иммунитетті көтеру үшін, сақтап қалу үшін көп әңгімелесеміз. Бұл біз үшін кейде тіпті бокстан да маңызды. Өйткені бокс ол бір күн аяқталады. Сенің қазақ өмірің, ағалық өмірің, әкелік өмірің, ақсақалдық өмірің жалғаса береді ғой. Сол үшін мейлінше чемпион болу оңай, адам болу қиын дегендей, адамдықты да сақтап қалу керек. Тек қана титулды сақтап қалу керек. Титул аламыз емес, адамдықты да сақтап қалудың қамындамыз ғой. Өзіміздің қанымыз қазақ, жанымыз қазақ. Қазақ болғаннан кейін
толығымен қазақ болу керек деп ойлаймын. Осындай қазақ болып туылғанымызға Аллаға сан шүкіршілік. Шынымен де мен осындай Қазақстанда өсіп, кіндік қаным тамған жер Қазақстан. Осындай үлкен тәрбиелер алып жатқаныма, үлкен қазақтың салт дәстүрін ұстанып жатқаныма өте қуаныштымын. Қазақ стилі дегеніміз қазақы өмір сүруді, қазақылықты насихаттау. Көп адам ойлайды екен, біз қазақ стайл деп Жәнібек рингке шығады ғой, қазақ стайл деп айтқызамыз. Ол жай ғана лақабат емес, ол жай ғана никнейм емес. Ол бір үндеу ғой. Қазақ стайл, яғни қазақша өмір сүр, қазақи өмір сүр, дәстүріңнен ажырама, тегіңнен ажырама, бабаларыңның мұрасын сақта, ағайынмен аралас, досыңды құрметте, қонақ шақыр, көршіңді құрметте деген сияқты бабалардан бізге мирас болып қалған қазақы өмір салтпен өмір сүру, бұл да қазақ стайл. Біз тек қана мына боксты ғана насихаттамаймыз. Қазақ стайл деген кезде Жәнібектің қазақ стайл болып рингке көтерілгені, ол тек қана мынау мықты жұдырықтасу, бір мықты құлату деген мағына бермейді. Қазақ стайл дегеніміз ол өмір салты, қазақы өмір деген сөз. Қазақылықтан ұялмау керекпіз, қазақылықтан қысылмау керекпіз, қазақша сөйлеуден ыңғайсызданбау керекпіз, бабалардың салт дәстүрін ұстанудан, бабалардың сара жолымен жүруден ұялмау керекпіз. Бабалардың мұрасын оқып, солардың қалдырған бізге жолымен жүрген қазақ ол шатаспайды. Бабалардың мұрасы бізге мінез қалыптастырады. Ал Әлихан Бөкейхановтың айтатын сөзі: ұлтқа қызмет ету ол білімнен емес мінезден дейді. Бойыңда қазақ мінез болатын болса, өмір сүруің қазақ стайл болатын болса, сен онда міндетті түрде ұлтқа қызмет етесің. Ал егер тамырың қазақтың даласында терең бойламаған болса, қазақша адам ойламайтын болса, қазаққа жаны ашып тұрмаған болса, онда қазаққа онда чемпионның не керегі бар? Солай емес пе? Дұрыс. Сол себепті осындай міне қазақша өмір сүріп жүрміз, Америкада жүріп. Мынандай пікірлер бар да, бұл қазақылықпен әлемге қатты таныламайсыңдар ғой, ағылшынша сөйлеу керек, мынау заманның толқынында болу керек, хайп жасау керек. Қазір енді қызылды жасылды өмір ғой, бокста, шоу. Бізге ол әлемге олай танылу мүлде қызық емес екен. Әлемге жаман қазақ болып танылғаннан гөрі танылмай қойған жақсы. Біз әлемге танылатын болсақ, қазақылықты, жақсылықты қоса таныту керекпіз ғой. December 6, it's not gonna be just fight, not gonna be just boxing. It will be Cuban style versus Kazakh style. This fight gonna happen only one time in century. Boom! And it's over! Uppercut again! Absolutely destroys him! An onslaught from Janibek Ali Mkhachev. Lara, I'm coming for you. Be ready.